Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймесін баса отыруды ұмытпаңыздар. Лайк басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Биологик анасын іздеп жүрген Жәнібек Сабелев Қазақстанға қайта келді. Ол бүгін Астанада Қазақстан телерадио корпорациясының қазақ радиолары өткізетін 1000 алғыс шарасына қатысады. Қазақ радиосының бармысың бауырым хабары арқылы анасын іздеген Жәнібектің арқасында 2001-2002 жылдар аралықта дүниеге келген 4 баланы туған анасы анықталды. Bir ұл Канадада, екінші ұлы Бельгияда және тағы бір ұл Қазақстанда тұрып жатыр. Жәнібектің өз анасына қатысты зерттеу жұмыстары жалғасуда. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсысын ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.